Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осы суреттегідей пиджакты тігетін боламыз. Бұл пиджакты мен выкройкасын шкатулка сайтынан көшіріп алдым. 116 размер. Тегін түрде 2, кейде 3 лекалы беріледі. Мен тегін осы лекалына көшіріп алған болатын. Ал егерде сіздің размеріңіз тегін болмаса, сіз өзіңізге керек размерді 150 рубльге сатып алсаңыз болады. Төмендегі описаниеге мен міндетті түрде сіздерге осы сайттың адресін көрсетіп өтемін. Бұл үшін сіздер А4 форматында қағазға шығарып аласыз. Одан кейін барлығын өзі көрсетілген сызықшалар болады, сонымен беттестіріп бір-біріне жабыстырамыз. Одан кейін қайтадан әр детальды бөліп аламыз. Мына видеода көрсетілгендей, пиджактың алдыңғы бойы, артқы бойы, мынау жағасы көрсетіп жатқан. Одан кейін мынау артқы ішкі астардың өзі 2 бөліктен тұрады. Басқа түс матадан алдым мен. Яғни осының барлығын алдын ала дайындап қойып, жұмысымызға кірісеміз. Бисмилля деп пиджагымызды тігуді бастаймыз. Артқы бойдан алдық. Артқы бойды тұтас емес, 2 бөлік етіп алып, оны ортасынан машина тігіспен тігіп аламыз. Осы пиджак тігу барысында негізгі лекалға 1 сантиметр тігіске беріп шықтым. Толық тігіп алғаннан соң 2 бөлікке ашып отырып, оны үтіктеп аламыз. Тігу барысында үтіктің рөлі өте маңызды. Жаға бөлігін мен қара велюр матасынан алдым. Негізгі пиджактың өзі сұр түстес клетка матасы болса, бұл қара болды. Жаға 2 данадан берілген выкройкада, біреуі үлкендеу, біреуі кішісі. Үлкендеу бізде жоғары жағына қарайды, кішісі төменгі бетке қарайды. Екеуін беттестіріп, тіке түзу тұрған жағымен тігіп аламыз. Ал доғалдау болып тұрған жері бұл негізгі пиджактың алдыңғы бойы мен артқы бойына бекітіліп тігіледі. Берілген выкройкаға сәйкес біздің жеңіміз 2 бөліктен құралған. Матаның жетуіне байланысты клетка матадан және қара матадан алып, осындай 2 бөлік алдым. Тігіске 1 сантиметр берілді. Екеуін қосып тігіп, алдымен түйрелеп алып, одан кейін машинка тігіске тігіп, тігістердің арасын ажыратып, әдемілеп үтіктейтін боламыз. Әрмен қарай алдын ала 1 сантиметр тігіске берілген алдыңғы бой мен артқы бойдың иықтарын алдымен көктеу тігіспен немесе инемен түйрелеп алып, машинкаға тігіске саламыз. Одан кейін тігісті ашып отырып үтіктейміз. Жалпы тігіс барысында үтіктің рөлі өте маңызды. Үтік үнемі жақсы қолданылған жағдайда біздің тігістеріміз жақсы жатып, киімге бір әдемілік сән беріп тұрады. Иықтарын бекітіп алғаннан кейін жеңді бекітеміз. Видеодағыдай алдымен көктеп алдым. Өздеріңіз инемен түйрелеп алсаңыздар болады. Одан кейін барып, әдемілеп машина тігіспен 1 сантиметр беріп тігіске тігіп шығамыз. Одан кейін артық жіптерді алып, тігісін жатқызып үтіктейміз. Жеңді негізгі бөлікке қондырып аламыз машина тігіспен. Одан кейін оны төмен қарай тігістің бойымен үтіктеп аламыз. Одан кейін қолтық ойындысымен барлығын біріктіргеннен кейін видео бойынша бірге қосып тігіп шығамыз.
Мынау выкройканың бөлігі подборд, жағаның астыңғы бөлігі. Ол қатты әдемілік беру үшін біз дублиринг жабыстыруымыз қажет. Дублиринді екі нұсқада қиып аламыз, және жағасына қиып алу барысында 1 см жеткізбей қиып алып, астынан әдемілеп үтіктейміз. Көрсетіліп отқан выкройка бұл пиджактың астары, артқы бөлігі екі бөліктен тұрады. Тігіске 1 см беріп қиылып алды. Үстіңгі бөлігі велюрдан, астыңғысы астар матасынан алынды. Артқы бойдың екі бөлігін бір-бірімен беттестіріп тігіп аламыз. Одан кейін оны ашып отырып үтіктейміз. Және видеодағыдай оны ашқан кезеңде қолтық ойындысында кем-кетік тұстарын бір-біріне беттестіріп, артық жерлерін қиып, түзулеп аламыз. Одан кейін сол қосқан жерімізді әдемі болу үшін сәндік тігіспен тігіп шығамыз. Пиджактың алдыңғы бөлігінің астары да екі бөліктен тұрады. Мына жерде полочка және подборд. Оны біз бірінші сүйрелеп алып, машинка тігіске тігіп аламыз түзу тігіспен. Одан кейін сыртқы көрінісінен әдемілеп отырып үтіктеп тігісін ашатын боламыз. Алдарыңыздағы бұл жеңнің выкройкасы, қағаздың шеткі бөлігі шығыңқы болып тұр. Егер де бұны ішіне қарай кіргізетін болсақ, бұл жеңнің негізгі жеңге арналады. Ал толықтай шығаратын болсақ, бұл жеңнің астарына, яғни кеңдікке беріледі. Негізгі бөлік сияқты, жең сияқты бұл да екі бөліктен тұрады. Екеуін біріктіріп, іш жағынан машинка тігіспен тігіп алып, барлық тігістер сияқты сыртынан әдемілеп үтіктеп тігісін жатқызамыз. Әрмен қара иығымызды тігіп алған соң, астарға жеңді бекітетін боламыз. Видео бойынша бірінші инемен түйрелеп алып, одан кейін машина тігіске саламыз. Астардың барлық бөліктері бір-бірімен тігілген соң, біз мына қолтық пен негізгі бөліктің астыңғы жақтарын бірге видео бойынша тігіп шығамыз. Пиджагымыздың көктелген тұстарын барлығын машина тігіспен тігіп шығамыз. Тігіс аяқталған соң, мойын ойындысын, тағы да доғалда болып тұратын жерлерін барлығын қайшымен 0,2-0,3 мм етіп насечка жасаймыз, яғни қиямыз. Яғни бұл кері аударған кезде бізде әдемі бүріліп тұрмау үшін осындай нелер жасаймыз, насечка жасаймыз. Оны айналдырып, түзулеп, астын бір жанын кесіп, ішкі астарынан сол жерден пиджакты кері қарай шығарып, астын түзулеп тігетін боламыз. Алдын ала дублиринг жабысқан жағамыздың тік жағынан тігіп шығамыз. Доғалдау бұрыш жағын ашық қалдырамыз. Оны айналдырып, бұрыш-бұрышын әдемілеп шығаратын боламыз. Жағаны оң жағына қайырып алған соң, бұрыш-бұрышын шығарып,
осы белгіленген сызықтарды шетінен сәндік тігіспен тігіп шығамыз. Жағаның тура ортасын белгілеп, қайшымен насечка беріп аламыз. Ол 0,2-0,3 мм болады. Тура сол белгіленген жерді пиджактың артқы қосылған ойындысына бекітіп аламыз. Яғни барлық тігісті екі жағына бірдей қылып орнатамыз. Одан кейін біздің астарымыз толық тігіліп болды. Оны да осы бірге тігетін боламыз. Мойын ойындысын, алдыңғы подборд, оның барлығын бір-біріне, оң жақтарын бір-біріне беттестіріп, теріс жағынан бекітіп алып, одан кейін машина тігіске видео бойынша салып отырып тігеміз. Бізде өңделмей қалған тек жеңі қалды. Ол үшін біз астарынан жан тігіс ортасынан қалдырған болатынбыз кері айналдыруға. Сол жерден қолтыққа қолымыз салып, астарымен бірге алып шығамыз видео бойынша. Одан екеуін беттестіріп, айналдыра тігеміз. Сол кезеңде кері айналдырған кезде бізде түп-түзу ішке қарай орнатылып тігілген ұқыпты тігіс шығады. Оны кері айналдырып, үтіктеп, астарын барлығын пиджакты қалпына келтіреміз. Соңғы жұмыс петля тігу көрсетілген нумерациялар белгілер бойынша біздің бұрандаларымызды бұрап, осында петля тігіп аламыз. Қолды жаттықтыру үшін алдымен өзге матаға жасап көреміз. Болды, біздің пиджагымыз дайын. Бұны әртүрлі матадан, мектепке арналған, басқа да casual стильде тігіп алсаңыздар болады. Болғаннан кейін барлық пиджактың үтіктейтін жерлерін әдемілеп қалыпқа келтіреміз. Яғни үтік бізге көп рөл атқарады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Игіліктеріңізге жаратыңыздар.